Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен өтетін тақырыбымыз тарихи ескерткіштер. Оның ішінде қазір сіздермен бірге біз сөз таптарын өтіп жатырмыз. Сол сөз таптарын қайталау. Лексикалық тақырыбы тарихи ескерткіштер. Сабақтың мақсаты тыңдалым, оқылым, жазылым, айтылым, сөйлесу әрекеттері арқылы оқушылардың тақырып бойынша білімін тереңдету. Енді мына жерге көріп тұрсаңыздар, сандар тұр, бірнеше сандар берілген. Бұл сандар нені білдіруі мүмкін? 9, 60, 80, 46, 5, 18, 35, 40 деген сандар берілген. Бұл сандар қалай сөйлейді екен? Оны қалай көреміз? 9. Бұл қазақ тілінде 9 сөз табы бар екен, білесіздер, Одан кейін жалпы 40 деген сан тұрды. Бұл Ахмет Яссауи ескерткішінің биіктігі 40 метр екенін білесіздер. 60 деген сан, ол Тайқазанға 60 шелек су сияды екен. Айша бибі мазары Тараз қаласынан 18 шақырым жерде орналасқан. Ахмет Яссауи ескерткішінің ені 46,5. Ахмет Яссауи кесенесі 35 бөлмеден тұрады. Айша бибі мазарының қабырғаларының қалыңдығы 80 сантиметр екен. Бұл әрине қызықты деректер, сондықтан оны біліп жүргендеріңіз дұрыс. Жалпы тірек сызба берілген. Бұл жерде ережені еске түсірулеріңіз керек. Заттың санын, мөлшерін, ретін білдіретін сөз табы қайсы? Екінші сұрақ. Белгілі бір заттың сындық сапасының басқа бір заттың сындық сапасына артық не кем екендігін білдіретін сын есімнің белгісі қандай? Есім сөздерінің орнына жүретін сөз табы қандай сөз табы дедік кеше ғана? Адамның көңіл күйін білдіретін сөз табы. Оны естеріңізге түсіріп жазасыздар. Тарихи ескерткіштер. Қазақ даласы тарихи мәдени ескерткіштерге бай. Батыс Қазақстан аймағында ғана 300-ден астам тарихи мәдени ескерткіштер тіркелген. Олар көбінесе тастан тұрғызылған әртүрлі құрылыстар, аса ірі тарихи және мәдени ескерткіштер қатарына Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Сарыарқадағы Алаша хан кесенесі, Тараз өңіріндегі Айша бибі кесенесі, Жетісудағы Шоқан мемориалы, Алматы қаласындағы Абай ескерткіші, Абайдың туған жеріндегі Абай мен Шәкәрімге арналған мемориал, Астана қаласындағы Бәйтерек кешені тағы басқалар жатады. Тарихи және мәдени ескерткіштердің түрлері көп. Әрбір қалада, әрбір ауылда жергілікті ескерткіштер болып табылады. Мұндай ескерткіштер қалпына келтіріліп отырады. Қазақстанның 7 кереметі: Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Тайқазан, Айша бибі мазары, Тамағалы кешен жартас суреттері, алтын адам, домбыра, күлтегін ескерткіші. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Ахмет Яссауи оңтүстік Қазақстан Сайрам бұрынғы Испиджаб қаласында 1103 жылы дүниеге келген. Ол алғаш білімді жергілікті дінбасы Арыстан бабтан алады. Өзінің ана тілінен басқа арабша және парсша сөйлей білген. Қыпшақ, Қаңлы, Қоңырат және көне түркі тайпалары арасында ислам дінін уағыздаушы. Ахмет Яссауиді рухани басшы санаған халық оны әулие ата деп атап кеткен. Қожа Ахмет өз өмірінде ақ өлеңмен жазылған көп хикметтер дүниеге келтірген пәлсапашы ақын. Біздің қолымызға жеткен 200-ден астам хикметі бар. 63 жасынан бастап соңғы 12 жылынан ол жер астында жатып, күн сәулесін көрмей өткізеді. Бүкіл шығысқа әмірін жүргізген атақты қолбасшы Ақсақ Темір далақтар мен қалалықтар қосылып бір тұтатын күніне 100 мәртебе тағзым етіп, нәжат қылатын Қожа Ахметке зәулім ескерткіш тұрғызуды қолға алды. Ескерткіш құрылысын темір қарамағында игістермен көрінген мәуен сыдырға жүктейді. Кесене нақты әрі гармониялық жоспармен салынған. Екі жағы мұнарамен жалғасқан. Бос портал еңселі аркадан тұрады. Қожа Ахмет Яссауи кешені порталды күмбезді құрылыс. Оның көлемі 46,5 65,5 метр. Орталық залдың айналасында әртүрлі мақсатқа пайдаланған. Үлкенді кішілі 15 бөлме орналастырылған.
Мына жерде көріп тұрсыздар міне. Енді мына тапсырмаларды мұқият орындаңыздар. Сонымен қатар мәтін не туралы тестке жауап бересіздер. Сөйлемдердегі сөздікті жаңа сөздермен толықтырасыздар. Дұрыс жауабын салыстырасыздар. Мына тарихи ескерткіштер. Мына жерде сөздерді дұрыс баламасын тауып сәйкестендіресіздер. Үйге тапсырма. Тарихи ескерткіштер туралы жарнама әзірлеу және мына сөз жұмбақтың шешімін табу. Жақсы назар